Ассалаумағалейкум достар, сендермен мен әбеке Dream League Soccer. Бүгін жаңадан турнир шыққан екен, финалға дейін баратын. Енді біз финалға дейін барып, финалдан ұшып кеттік. Өте өкінішті. Енді финалда өте мықты соперник түсіп, содан жеңіліп қалған болатынбыз. Жеңілгенде тек пенальтиге бардық. Сол пенальтиде өздеріңіз білетіндей бақ шаба ма, әлде бап шаба ма дейді. Енді кімнің бағы жанады, сол жеңеді ғой. Былай, егер турнир ойнап атсаңыздар, сол негізгі 90 минутта шешіп тастауға тырысыңыздар, әйтпесе ары қарай пенальти сериясына барғасын өздеріңізге де қиын болып кетеді. Сондықтан да осы 90 минуттың ішінде шешіп тастасаңыздар, өздеріңізге де жақсы ғой негізі. Енді мен сіздерге бір кеңес айтайын. Мына шетте тұрған 19 деп тұр ғой, сол сіздердің дивизиондарыңыз. Менікі 19, сіздердікін білмеймін. Сол сіздердікі 13-14 болса, осыны 19-20-ға түсіріп тастасаңыздар, турнирда әлсіз соперниктер түсуі мүмкін, бірақ әркімде әртүрлі. Бақтарыңыз жанса, әлсіз соперниктер түсіп, турнирді ұту пайыздарыңыз өте жоғары. Енді бізде көк агент бар екен, соны ашайық, ал ендеше кім түседі екен. Және де бізге 28 нөмірлі ойыншы, ол кім болуы мүмкін, және де не дейді, левый защитник өте жақсы. Біздің составқа әзірше тұрса болады. Бізде Алиссонның орнына ауыстырып қоямыз. Бізде енді 2 франциялық защитник болды. Енді өте өкінішті, бана финалдан ұшып кеткеніміз. Легендарный агентті алып, бір сары игрок аламыз деп ойлап, бірақ болмады. Ал ендеше бана кеңесті қолданып көріңіздер, ендеше қош сау болыңыздар.